Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы сияқты әрбір мемлекеттің өзіне діни басқармасы бар. Осы жерде отырып біз Пакистан халқына, көрші Өзбекстан халқына, Қырғыз халқына біз фатуа шығарсақ, бұл орасан қате болады. Әр мемлекеттің өзінің ғалымдары бар. Ғалымдар ішкі жағдайды, сыртқы жағдайды барлығына жетік бақылап, содан кейін олар үкім шығару керек. Осы болып жатқан жағдайларменен шариғатымызды ұштастырып, мұсылмандарға не керек, не керек емес, ол жағдайды жақсылап тексеріп, фатуа шығарады. Осы жерде отырып сырттан фатуа алу, басқа мемлекетке фатуа беру, бұл өте үлкен алып барады. Араздыққа, елдің бірлігіне ыза түсіреді. Радикалды жамаат деген бір ғана Қазақстан емес, әлемде бұл қауіп төндіріп тұрған нәрсе. Мысалға, мешітке кіреді, әминді дауыстап айтады. Имамның Ханафи, Малики мазхабында, Абу Ханифа мазхабында, Имам Малик мазхабында бұны іштен айту керек десе, сен Құран менен сүннаға қарсы шықтың деп, елдің арасында, мешіттің ішінде бүлік шығарады. Ол дінді де оқыған жоқ, ол тарихты да білмейді, ол дәстүрді де білмейді, ол тілді де білмейді. Дінді жақсы оқымағандықтан, намаз оқымай тұрған, ораза тұтпаған адамды бір денегіне шығарады, күпірлікке шығарады. Абу Ханифа мазхабында уламаларымызда не дейді? Алиман иқрару билисан ва тасдиқу бил қалби бима жаа бихи мин индиллахи Мухаммаду Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям. Иман деген тілмен айтып, жүрекпен сену, пайғамбар Мұхаммад алейхиссалам келген бүкіл Құран сүннатқа. Осы адам, ол мұсылман. Әгер ол намаз оқымаса да, намаз оқымағанның бәрін күпірлікке шығару, ол өте үлкен қауіп нәрсе. Біреуді кәпір десе, шариғатта ол кәпір болмаса, ол айналып келіп, өзі діннен шығып қалады. Бұның барлығы бұл сауатсыздық пенен надандық. Артында тұрған осы елдің, діннің дұшпандары бір. Оны саналылар түсініп атыр, санасыздар, қырсықтар өзіне қатып қалып, дәстүрдегі болған нәрсенің бәрін шіріктеп, мақсаты елді ыдырату. Дінімізде Құран-ы Кәрімде де Аллах Тағала бірігіңдер дейді, бөлініп кетпеңдер дейді. Бұл бірлік бар жерде тірлік бар, бірлік бар жерде күш бар, күш бар жерде ынтымақ бар.